Арман деген не? Қалай армандаймыз? Қалай мақсат қоямыз? Мен ойлаймын, армансыз адам қанат құспен тең деп тегінен тегін айтпайды ғой. Қай уақытта сен армандауды тоқтатасың, сол уақытта сенің дамуың тоқтайды. Сол уақытта сен өзіңе қызығушылығың бәсеңдейді. Сол уақытта сенің энергияң өшеді, күш қуатың өшеді. Сол уақытта сенің смысл жизни тоқтайды деп ойлаймын. Сондықтан да әр кезде адамда кішкентай болсын сені оятатын ол армандар болу керек. Көп адам армандайды, неге барлығы бірдей жетпейді? Арманға жету үшін қалай әрекет ету керек? Ең бірінші ойлаймын, өзіңе сұрақ қою керексің, сен шын мәнінде әрекет етіп жатсың ба? Әлде әрекет тырнақшаның ішінде өзіңді алдап басқа нәрселер істеп отырсың ба, иә? Ең бірінші ол сенің тұрақты әрекетің жеткізеді. Сол әрекеті нақты оны жетістікке жеткізе ма? Вот сол әрекетке кейде фильтр жасау керек шығар деп ойлаймын. Энергиямызды ұрлайтын нәрселерге көбірек фокус беріп қоямыз да, біз нақты сені жетістікке арманыңа алып келетін нәрселерге энергиямыз жетпей қалатын сәттер болады. Осы арманыма жету үшін маған күнделікті не істеу керек? Сол істеу керек әрекеттердің списогін жасау керек. Соны тупо күнде жасау керексің, болды. Басқа ешқандай жетістіктің құпиясы ондай жоқ та. Ол просто жетістік сенің күнделікті көп әрекет еткеніңнің нәтижесінде келеді. Әрекет саны көп болу керек. Бұл ең бастысы, біріншісі. Неғұрлым көп жасайтын болсаң әрекет, соғұрлым сен тез жетуіңе мүмкіндік бар деген сөз.